Ассалаумағалейкум достар, бүгін мынау сіздерге қозғайындап отырған тақырып бұл киста жөнінде. Бүйректе кездесетін киста. Осы киста дегеніміз не? Алдымен осы кистаға тоқталып кететін болсақ, киста дегеніміз яғни бір түзілім, оның ішінде сұйықтығы бар. Бұл әрқалай жерде кездесуі мүмкін, бүйректе кездесіп жатады, болмаса әйелдің ағзасында кездесіп жатады, болмаса еркектің ағзасында кездесіп жатады. Енді осы бүйректе кездесетін кистаға тоқталып кетейік. Бұл не себепті кездесуі мүмкін? Біріншіден, бүйрек жолдарындағы қабыну ауруларының жиі болуына байланысты осы кистаның, яғни бүйректің сыртында түзіледі. Бұл бүйректің сыртқы тұсында әртүрлі полюстерінде орналасуы мүмкін. Бұл кистаның ішінде мөлдір сұйықтық болады, сарсу болуы мүмкін. Әртүрлі сұйықтықтың осы кистаның ішіндегі қапшыққа жиналуы, ол әрине еркектің болмаса әйел ағзасының осы кистасының түзілуіне алып келеді. Енді осы кистаның классификациясына келетін болсақ, бірінші солитарный киста, жалғыз киста болуы мүмкін, бір ғана киста. Оң бүйректе болмаса сол бүйректе кездесуі мүмкін. Орналасуы бірінші жоғарғы сегментте, одан ортаңғы сегментте, төменгі сегментте кездесіп жатады. Полюс деп айтамыз, жоғарғы полюсте, ортаңғы полюсте, төменгі полюсте. Екінші множественный киста, яғни бір емес, бірнеше киста, 3 киста, 5 киста, 4 киста әрқалай себепке байланысты көбеюі мүмкін. Енді мұның емдеу жолдары дейміз, тексеру жолдары. Әрине киста көбінесе адамның жанына көп бата бермейді. Бұл кистаны случайно дейміз ғой, кездейсоқ анықтап жатамыз. Бүйрегіміз УЗИ-ге түсірген кезде, болмаса бір медосмотрдан өтіп жатқан кезде ғана анықтап біліп жатамыз. Неге бүйректе киста ауыртпайды? Әрине, егер кистаның размері кішкентай болатын болса, ол 1 сантиметр, 2 сантиметрлік киста болатын болса, бүйрекке аса қатты зақым тигізбейді, ол өмір бақи жүре беруі мүмкін. Ал енді қандай киста бүйректі ауыртуы мүмкін, зақымдауы мүмкін, болмаса жаңағы ауру сезімін туындатуы мүмкін? Ол әрине 3 сантиметр, 4 сантиметр, 5 сантиметр көлемі 3 сантиметрден жоғарғы кисталар көп жағдайда бүйрекке ауру сезімін туындатып жатады. Енді осы киста анықталды деп айтайық. Осы кистаны қалай емдеу жолдарына келетін болсақ, бірінші, егер де киста 2 сантиметр, 1 сантиметр болатын болса, оған сізге тиісудің ешқандай керек жоқ. 3 сантиметрге кистаға негізі оперативтік ем шара жасалынбайды. Оны тек қана бақылап отырып, жылда УЗИ-ға түсіріп отыру керек. Егер де 3 сантиметрден жоғары киста кездесетін болса, егер бүйрек жолдарында қабыну туындататын болса, ауру сезім туындататын болса, әрине бұл кистадан арылу керек. Ең бірінші жолы бұған пункция, яғни бүйректің кистасын іштегі сарысуын сорып алатын арнайы әдіс бар. Сол арқылы бүйректегі сарысуды жаңағы кистаны сорып алуға болады. Екінші әдісі ол әрине операция жасау арқылы, лапароскопиялық операция жасау арқылы, яғни лапароскопия арқылы осы кистаны жарып, сол жердегі сұйықтықты шығарып, сіздің ағзаңыздағы осы кистадан арылуға болатын екінші жол. Әрине осы ауруларды алдын алу әрқашанда бізге керек, әрқашанда біз алдын алып жүрміз керек. Ертең асқынып, соның жаңағы зардабын шегіп жүргенше, әрине әрқашан алдын алу. Ол үшін не істеу керек? Әрине, жылына кем дегенде сіз медосмотрдан өтіп отыруыңыз керек. Мынау организацияда жұмыс істейтін кісілер біледі деп ойлаймын. Әрқашан бұл өкпесін түсіріп отыру керек, анализ ВИЧ-қа тапсырып отыру керек, гепатитке тапсырып отыру керек. Осыған байланысты әрине жылына кем дегенде бір рет іш қуысыңыздың ультрадыбыстық зерттеуінен өтіп отыру керек. Көп жылдарда бұл киста білінбейді, ағзаға асықпай өсуі мүмкін. Соған байланысты біз әрқашанда өзімізді денсаулығымызда кем дегенде жылына бір рет өзімізді тексеріп отыру әрқашанда біздің денсаулығымыздың дұрыс болуының кепілдігі. Бұл қандай ауру болсын, бұл гепатит ауру болсын, бұл ағзада білінбеуі мүмкін. Әрине, қай кезде білінеді? Көз сарғайған кезде, болмаса жаңағы бауыр ұлғайып кеткен кезде ғана біліп жатамыз. ВИЧ аурулар, Алла сақтасын, әрине ВИЧ-қа қан тапсырып отыру керек. Жылына кем дегенде бір рет. Егер де медицина қызметкерлері әрине 6 айда бір тапсырып отырады. Одан басқа да аурулардың алдын алу біздің өзімізге байланысты. Әрқашанда денсаулығымызды күтіп жүрейік. Аман болайық, ұрпағымыздың дұрыс дамуына атсалысайық. Әрқашанда әр қазақ 100 жасау керек. Соған байланысты баршамыз жасымыздың ұлғайғанына дейін әрине Алланың берген жасын жасауға ниет етуіміз керек. Оған байланысты бізге темірдей денсаулық керек. Аман сау болыңыздар.